Болды, дайынбыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздің кезекті сұхбатымыз. Бүгінгі сұхбатымның қонақтары менің фиксиктерім, оң жағымдағы Әлімхан, сол жағымдағы Асылжан. Қош келдіңіздер сұхбатқа. Уақыттарыңызды бөліп, арнайы келгендеріңізге алғыс білдіремін. Ал өздеріңіз таныстырып кетсеңіздер, сөз кезегі өздеріңізде. Так, кім бастайды деп қарақ қаған дей ма? Оң қол сол қол бір ғой. Оң қол сол қол бір ғой. Яғни бұл бізде Сулифаның физикадағы баламатыры. Кеттік. Оң қол сол қол бір ғой. Бочка қайшы? Қайшы мын жақтан? Сол қол осы ғой. Сондықтан сен бастайсың. Сіз бастайсыз. Кеттік, сәттілік Асылжан. Рахмет. Менің атым Асылжан. Қазіргі кезде Айқанат мектебінің 11 сынып оқушымын. Болашақ түлегімін деп айтсам да болады. Мен Ақмола облысы Қорғалжын ауданының тумасымын. Негізі өзім қазіргі кезде физика математика пәнін таңдап отырмын. Болашақта ұстаз боламын деген ниетпен. Менің қызығушылықтарым, мен 5 жасымнан бастап 16 жасыма дейін 11 жыл биге қатысқам. Музыкальный школаны бітірген, 6 жыл оқып домбыра несімен. Шаңғыдан районный неге қатыстым жарыстарға. Теннистан, тоғызқұмалақтан областной жарысқа қатысқам. Асылжан ба? Былай өзім тамақ пісіруді жақсы көремін, үйде әртүрлі тәттілер ата-анама, үйдегілерге. Жалпы осы. Жақсы. Сіз неғып бұларды айтпай жүрсіз? Башқа келген оша қатты активді болсын. Мен де біліп жатырмын, сіздің осындай қасиеттеріңіз бар екенін. Жақсы. Осы сұхбаттың арқасында әйтеуір Асылжанды біліп қалдық. Бір біліп отырмыз. Жақсы. Ал сөз кезегі өзіңізде. Енді менің атым Әлімхан, мен солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданының тумасы болып келемін. Осы Айқанат мектебінде 2-ші жыл оқып келемін. Және де 11 сынып оқушысымын. Таңдау пәні физика математика болып келеді, және де мөлдір ұстаздың оң қолы деп есептесеңіздер болады. Менің оң қолым. Және де бос уақытымда волейбол ойнаймын, шашкамен, шахматпен көп айналысамын, және де көптеген турнирлерге қатысамын. Және де одан басқа сабақта жақсы ойнаймын, жақсы оқимын. Математика мен физика өзіме жақсы өзіме ұнайтын пәндер болып келеді. Және де одан басқа спортқа келсек, ол футбол, волейбол, баскетбол, теннис түгелінен қатысамын да, және түгелінен жақсы бір шеберлікке ие деп айта аламын. Және тағы да бір осы бос уақытта жасайтын заттар, ол аниме қарау, және де өзімнің шығармашылық жақта өзімді дамытамын да, мысалы сурет салып, және тағы да басқалар. Керемет. Осындай менің 8 қырлы, бір сырлы фиксиктерім. Ал енді қараңыздар. Осының барлығын, бүкіл қызығушылық, хоббиларыңыздың барлығын сабаққа кедергі жасамай, өйткені білем, сіздер физикадан ең жоғарғы балл алғансыздар, сондай-ақ физиканы өте күшті оқитын оқушылардың бірісіздер. Осының барлығын қалай өздеріңіздің қызығушылықтарыңызбен бірге алып жүрсіздер? Яғни физикадағы статика деген тақырыпты білесіздер ғой, тепе-теңдік, сол тепе-теңдікті қалай ұстап жүрсіздер? Кім бастайды? Әлімхан бастасын. Енді сабақта енді шынымен де өз қызығушылығымен сабақты бірге алып жүру өте бір жағынан қиын болып келеді. Себебі мысалы қызығушылығына артып кетсең, мысалы сабағын қалып қояды. Сабақты көп алсаң, мысалы қызығушылығымен өзің бос уақыт мысалы болмай қалуы мүмкін. Сол кезде мысалы мен өз уақытымды мысалы дүйсенбіден мысалы жексенбіге дейін өз уақытымды бөлемін деп мысалы расписаниемен. Мысалы мынандай уақытқа дейін мысалы менде сабақ болады, осыдан кейін менде қосымша болады. Қосымшадан кейін мысалы мен тренировка волейболға барамын. Одан кейін кешке таман үй жұмысын орындаймын да, осыдан уақытта мен боспын деген сияқты. Тайм-менеджмент бар дейсіз ғой. Керемет. Сондықтан да ол егер де осындай бір тайм-менеджментмен өзі уақытты дұрыс бөлу деген қабілеттілігі болса адамда, ол өз қызығушылығымен және де өз сабағын бірге алып жүре алады да. Сонда екеуіне де аудара жүре береді. Керемет. Мен де Әлімханның жауабымен толық келісемін. Адам приоритеттерді дұрыс қойып білу керек, өз уақытын дұрыс пайдалана білу. Мысалы, осы уақытта менде бос, мен мысалы өзіме ұнайтын сурет салумен, немесе музыка тыңдаумен, кино қараумен айналысам деп өз уақытын дұрыс бөлсе, адамның уақыты менің ойымша барлық нәрсеге жетеді, және де ол сабақта да, өзінің хоббиларында да жақсы жетістіктерге жете біледі деген
деп ойлаймын. Және тағы да бір айта кететін жайт, ол адам хоббиді ол бір жасау керек іс емес, өзің демалу нәрсесінде қарай білу, менің ойымша сол да үлкен көмегін тигізеді деп дұрыс ойлаймын. айтасыздар. Яғни сіздердің қызығушылықтарыңыз, хоббиларыңыз ол жұмыс емес, Иә, керісінше соларды істеу арқылы иә, сіздер содан ләззат алу, шабыттанасыздар, иә, энергия демаласыз. аласыздар, демаласыздар деуге болады, иә. Аха, жақсы. Жаңа Әлімхан айтқандай, Әлімхан менің оң қолым, Асылжан да менің оң қолым. Екеуі де сол сол қолым деймін бе? Екеуі физикада оң қолда, сол қолда өте маңызды ережелері бар екеуінің де. Сол жарайды, екеуі біреу оң қолым, біреу сол қолым бола берсін, иә. Иә. Сіздер менде қосымша сабақтар болады 10-шы сыныптарға. Сол кезде мен сіздерге айтамын, Әлімхан қолыңыз бос па, немесе Асылжан қолыңыз бос па, 10-шы сыныптардан мысалы зачет, яғни есеп ала аласыз ба, немесе сабақ түсіндіре аласыз ба деп сіздерден көмек сұраймын ғой. Сол кезде сіздер бірден жақсы ұстаз, қолым бос, келе аламыз деп бірден келісімдеріңізді бересіздер де. Осы сабақ беру барысында ол басқа сыныптарға, иә, мысалы қандай не түйдіңіздер, ұстаздың жұмысы қалай екен, және де қызық па сіздерге сабақ беру деген сияқты ғой. Яғни осы сабақ берудегі тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер. Түсіндіре алдым ба? Иә, сұрағыңыз үшін рахмет. Біз көп осы жылда мысалы мен 3 сабақ па 4 сабақ бердім осы 10 сыныптарға. Мен біреуіне зачет алдым. Сол кезде андай үлкен жауапкершілік сезінесің да, мысалы түгел ұстаз дейді да, мысалы өзің оқушы ретінде емес, уже ұстаз ретінде ұстайсың. Сол кезде андай жауапкершілік сезінесің да, мысалы мынау оқушыларды мысалы оқыту керек, олар түсінбей қалса мысалы мен кінәлі боламын деген сияқты андай. Сондықтан да түгел тақырыпты бар ғой, әр оқушыға түсіндіресің, содан кейін түсінбегендерге әрқайсысына жанына барып мысалы түсіндіресің. Оларды түсінбегенін мысалы есеп арқылы түсінесің. Сол кезде мысалы мұғалімнің, ұстаздың үлкен бір жұмыс жасайтын сол кезде түсінеміз да, мысалы. Сонда бірақ мысалы сабақ берді деп айтамыз, бірақ та ол жай естіледі да. Бірақ оның ар жағында мысалы оны оқушымен жұмыс істеу, оған тапсырма беру, оны түсіндіру, оны түсінбегенін сосын қайтып нету деген сияқты көптеген іс-әрекеттер жасайды. Сол іс-әрекеттер мысалы көзге көрінбейді, мысалы. Бірақ соны өз тәжірибемде өзім сезіндім, мысалы, ұстаз ретінде. Ұстаздық, яғни үлкен жауапкершілік. Көзге көрінбейтін, біз сіздер көре білмейтін қаншама өте құнды, маңызды нәрселер жасалып жатыр деген қорытындыға келдіңіз, иә. Күшті. Рахмет түсіне білгеніңізге. Жақсы, Асылжан. Мен де дәл солай ойлаймын. Ұстаз болу үлкен жауапкершілік. Себебі сен әрбір оқушыға сабақты түсіндіре білу, оның түсінгенін, түсінбегенін, әртүрлі оқушы болады, әркім әртүрлі түсінеді, соларға жеке бір подход бар ғой, таба білу ол үлкен жұмыс. Және де біз ұстаздар күніне ауыстық қой ұстаз болып. Сол күні біз презентация дайындадық, қалай сабақ береміз деп өте қатты қобалжыдық. Презентация дайындап, бір күн бойы бір сабақтың дайындаудың өзіне қаншама уақыт кететінін түсіндік. Және де ұстаз болу ол үлкен жұмысты, үлкен жаңашылдықты, әр сабаққа әртүрлі, әр жыл сайын мысалы жаңа бағдарламалар болады, жаңа тақырыптар, әр кезде ізденісте болу керек екенін түсіндік. Негізінде мен сіздерге осылай 10-шы сыныптарға қосымшаға беруімнің себебі осы жылы, былтыр берген жоқсыздар ғой, білесіздер ғой. Биылдан бастап қолға алдым. Неге? Себебі мен құндылықты қолға алғаннан кейін. Яғни құндылықты жасырын емес, қалай айтсам болады, айқын түрде, ашық түрде жариялағаннан кейін, беріп жатқаным жариялағаннан кейін мен сіздерді осы ұстаз болуларыңызды қаладым. Біріншіден, осы арқылы сіздер жауапкершілік құндылығын бойларыңызға дарыта аласыздар. Өздеріңіз де айтып тұрсыздар, яғни жауапкершілікті қатты байқадық деп жатсыздар. Сондай-ақ мен 10-шы сыныптардың барлығын айтам, сіздерге 11-ші сыныптан оқушылар сабақ берген кезде, қосымша берген кезде міндетті түрде мысалы Әлімхан ұстаз, Асылжан ұстаз деп айтасыздар деп. Яғни бұл 10-шы сыныптардың тарапынан сіздерге деген құрмет құндылығы болады. Яғни сол арқылы 10-шы сыныптар құрмет құндылығын дарытады. Сондай-ақ сіздер де түсінесіздер, сіздерге ұстаз деп андай обращаться етіп тұр дейді ғой, сол кезде сіздер де жауапкершілік түсінесіздер. Мені құрметтеп тұр екен мына 10-шы сыныпта, мен де оларды ізет көрсетейін деген сияқты сіздерде де сондай кері байланыс болады. Сондай-ақ бұл кемелдену құндылығы десем болады. Яғни сіздер әрбір тақырыпқа дайындалу,
олардың барлығы кемелдену құндылығы болып табылады. Түсіндіре алдым ба? Сондай еңбекқорлық құндылығы бар. Себебі дайындаласыздар, иә, сіздер. Сон табандылық. Мысалы, бір оқушы есеп түсінбесе, қайтадан түсіндіресің, қайтадан түсіндіресіз ғой, иә, басқаша түсіндіресіз. Бірінші рет бергенде білесіз, шаршап кетіп едіңіз ғой. Иә, кабинетті айналып Иә, айналып шаршап кеттіңіз ғой, білесіз ба? Яғни бұл табандылық құндылығы. Сондай-ақ сіз кабинетте былай көп жүру арқылы ол денсаулық құндылығы болып тұр да. Яғни сіздің қан айналым жүректе, сіз қозғалыста боласыз деген сөз ғой. Яғни осылай біз бірнеше құндылықтарды сіздер ұстаз болып көру арқылы, сіздерге болғызу арқылы сондай құндылықтарды менің мақсатым дарыту болып табылды. Қателеспесем, мақсатыма жеткен сияқтымын, иә? Иә, жақсы. Ал менің Асылжан келесі жолы айтсам, иә, сізбен, яғни сіздің ұстаздық жолыңызды, ұстаздықты не себепті таңдауыңыз туралы мен тағы бір сұхбат жасағым келетін сияқты. Ол жеке болу керек. Жақсы. Сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Бірінші сұрақ Асылжан қойсын. Менің сұрағым негізі осы тақырыпты әрі қарай аша түседі деп айтсам болады. Сіз ұстаз болуды қашан шештіңіз, қалай шештіңіз, және не себептен осы ұстаздық жолды таңдадыңыз? Осыны бар ғой, екеуміздің келесі сұхбатымызға қалдырсақ қалай қарайсыз? Себебі екеуміздікі менің сіздің ұстаздық болуыңыз, сосын менің ұстаздық жолым екеуі күшті кететін сияқты. Жақсы ма? Онда келесі жолы қалдырамыз. Әлімхан, сіздің сұрағыңыз? Менің сұрағым осындай болып тұр. Мысалы, өзім ұстаз болып сіздің орныңызда сабақ берген кезде, мысалы, көп шаршайсың, мысалы, кей кезде жақсы эмоция аласың, кей кезде жаман эмоция аласың. Біреулер тапсырманы түсінбеген кезде, мысалы, өзің берген тапсырма орындамаған кезде, біреу кешігіп келген кезде эмоция, мысалы, аламыз да мысалы сабақта. Ол сабақтың соңына дейін қалып қояды, мысалы, адам денесінде. Бірақ та сол эмоцияны бізге сыртқа шығару керек болады ғой. Мысалы, мен өзім сол эмоцияны шығару үшін, мысалы, волейбол үйірмесіне барып, мысалы, допты, мысалы, ұрған кезде, мысалы, әлде, мысалы, допты секіріп, қайтып площадка жүгірген кезде, мысалы, сол эмоция шығады. Сол іс-әрекеттер, мысалы, сіз күнделікті өмірде не жасайсыз, мысалы, сол эмоцияны шығару үшін? Түсінікті, рахмет. Өте маңызды сұрақ, ұстаздар үшін өте маңызды, ауқымды сұрақ деп ойлаймын. Менде егер кәдімгідей, мен өте эмоционалды адаммын. Егер оқушы түсінбей бара жатса, мен жылап жіберемін. Жылап шығарамын. Білесіздер ғой, сіздер есеп шығармаған кезде жылап жібердім ғой, естеріңізде ма? Сіздердің топтарыңызда үй жұмысын орындамай келді. Мен ұрысқым келіп тұр, ұрыса алмаймын. Себебі білмеймін, мен қатты ұрыса алмаймын. Сол кезде мені мына жеріме тұрады, сосын мен жылап жіберемін. Бірақ шығып кетіп жылаймын, сіздерге көрсетпеймін. Менікі эмоциямен кетеді, жылаумен кетеді. Ал эмоциямен кейде мен Дариға ұстазға барамын. Дариға ұстаз, менде осындай болды. Дариға ұстаз, ол біздің мектебіміздің психологы, өте мықты маман, өз ісінің хас шебері. Ол кісіге барып айтамын: Дариға ұстаз, менің сабағымда мынандай болды. Мысалы, мен осы оқушыға қатты дауыс көтеріп жібердім, не істесем болады? Немесе мына оқушым сабақты түсінбейді. Мысалы, сабақтан 3 шығып жатыр, 2-ге жақын шығып жатыр, не істесем болады деп, мен сол кісінің көмегіне жүгінемін. Басында жүгініп жүрдім, қазір мен солардың барлығын ол кісінің маған ұсынған кері байланыстары, яғни ақыл кеңесі арқылы соларды мен өзім қолданатын болдым. Яғни, мысалы, былай болады: сіздің бағаңыз төменделік, 3-ке оқып жүрсіз, мен сізді шақырам, Әлімхан, сіздің бағаңыздың, мысалы, физикадан төмен болып тұр, басқа пәндеріңіз жақсы. Мен уайымдап тұрмын, мен сабақты дұрыс бере алмай жатырмын ба, әлде мәселе сізден ба, сіз жалқауланып жүрсіз ба дегенде, мен оқушымен жеке сөйлесем. Сосын оқушы айтады: ұстаз, маған қиын болып жүр, мен оқығым келмейді, мысалы, маған физика керек емес деген сияқты айтады, әртүрлі жауаптар болады. Егер физика керек емес болса, онда мен оқушының ұстазымен сөйлесем, яғни менторымен сөйлесем, сосын ата-анасымен сөйлесем, шынымен де бұл оқушыға керек емес па, ол оқымай-ақ қойсын ба деген сияқты ғой. Немесе олай болмаса айтам: сізді қалай қызықтырсам болады, сабақты қалай қызықты өткізсем болады, сізге сабақ өткізуде қандай техникалар ұнайды деген сияқты мен оқушымен тікелей сөйлесем. Бүкіл сыныптың көзінше сенің сабағың 3 болып тұр физикадан, сен менің рейтингімді құртып жатырсың емес, жеке сөйлесу. Яғни маған Дариға ұстаз солай айтты: сіз оқушымен жеке сөйлесуіңіз керексіз деді. Себебі сіздің бойыңыздағы, сіздегі бар мәселені басқа сыныптың оқушылары білмеу керек деді. Басқа әріптестеріме де ұсынарым осы, себебі біз оқушыға не үшін ұрсамыз? Біз оларды уайымдаймыз. Яғни, мысалы, сіз кешігіп келесіз қайта-қайта сабаққа делік. Ол қазір келесі сұхбатта болады, кешіккен оқушылармен. Кешігіп келесіз делік. Мен айтамын: Асылжан, мен сізді уайымдап тұрмын. Болды, бір-ақ сөз.
сосын оқушылар айтады, ұстаз кешіріңіз дейді. Сіздерге айтамын ғой, мысалы сотқа шықпай отқанда, Әлімхан, мен сізді уайымдап тұрмын деген кезде, бірақ сізде ондай болмайды. Айтасыздар, иә, уайымдап тұрмын десе, все, уже білесіз не үшін уайымдап тұрғанымды. уже түйін жасаймыз. Иә, мен сіздерге айтсам болады, таста соткаңды, немене мына соткамен отырасың, неге кешігіп келесің десем, ол менің де эмоциямды бұзады, сіздің де көңіл күйлеріңізді бұзады, бүкіл ана жерде отырған 20 оқушының да көңіл күйін бұзады. Не үшін? Мен бір ақ сөз айтамын, уайымдап тұрмын, болды. Сондай болып тұр менің тәжірибемде. Менің ойымша сіз уайымдап тұрмын деп бізге де кішкене бір жауапкершілік нетесіз, сізге бір әсері бар, сізге бейжай емес деп. Сіздердің мен үшін маңызды адам екендеріңізді түсіндіремін деп отырсыз ғой, иә, осымен. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма тағы? Онда осымен сұхбатымыз аяқталды. Өте бір керемет сұхбат болды деген ниеттемін, және пайдалы сұхбат болды деген ниеттемін. Осылай ашылып, өте андай, қалай айтсам болады, опыты бар адам сияқты тәжі сұхбат бергендеріңізге өте алғыс білдіремін. Себебі бұл біздің алғашқы сұхбатымыз оқушылармен, бұл бізде кемелдену құндылығы деп ойлаймын. Себебі оқушылардың ең бірінші сұхбаттары, және де бұдан да биік белестерден көріне беріңіздер. Сіздерді телевизордардан, ютубтағы сұхбаттардан, подкасттардан көре берейік. Рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Фиксики ма? 1, 2, 3. Фиксики! Стоп, баса саласы. Стоп, баса саласы. Все, бітірдік.